Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жарамсыз қалған бөтелкелерден тұрмысқа қажетті керемет қыздарға арналған қобдиша жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттарымыз жарамсыз қалған бөтелке, этил спирті, канцелярский нож, қайшы және түрлі түсті қағаздар, картон қағазы және сәндеу үшін гүл қажет болады. Үшін мына жарамсыз қалған бөтелкені белгілеп алып, бір 10 сантиметрдей белгілеп аламыз. Одан кейін қайшымен, бізде канцелярский ножбен ақырын өтеміз. Осылай әдемілеп кесіп аламыз. Қалған екеуі бізге керек емес. Осылай бүктеп аламыз. Енді бір қырын ішке қарай бүктейміз. Бүктеген кезде бізде мынандай жүрек шығады. Келесі бізде мынандай жылтыр түсті қағазымызды алып, оны өлшеп 2 сантиметрлеп өлшеп қиып аласыздар. Және біреуін біз 2 сантиметр кесіп алдық, одан кейін 1,5 сантиметрде кесіп аламыз да, жүректерімізге жаңағы мынандай ыстық клеймен шетінен ақырындап жабыстырамыз. Жаңағы біз кесіп алған түрлі түсті қағаздарымызды бірінші 2 сантиметр алған көк түсті жылтыр қағазымызды жабыстырып аламыз. Одан кейін 1,5 сантиметрлік ашық қызғылт түсті жылтыр қағазымызды жабыстырып аламыз. Керексіз қалдық картоннан және жүректің астыңғы және үстіңгі жағына мындай бірдей қылып жүрек кесіп аламыз. Астына біреуі үстіне. Дайын болған жаңағы екі жүрекшемізді біреуінің астыңғы жағына ыстық клей арқылы жабыстырып аламыз. Одан кейін дайын болғаннан кейін екінші үстіңгі жағын қақпақ ретінде дайындаламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі гүлдермен, моншақтармен безендіріп алуларыңызға болады. Енді осы дайын болған жаңағы қобдишамызға қыздар өздерінің сырғаларын, немесе сақиналарын, жаңағы ұсақ-түйек заттарын салып қоюларына болады.